Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері пәні бойынша лекция курсымызды жалғастырамыз. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы жұмысқа қабілеттілікті қамтамасыз ету және қолдау тактикасы. Лекцияда 3 сұрақ қарастырылады. Бірінші сұрағымыз қалпына келтірілетін және жөнделетін бұйымдар. Екінші сұрақ атқарым бойынша техникалық қызмет көрсету. Үшінші сұрағымыз техникалық күй бойынша техникалық қызмет көрсету. Бірінші сұрағымыз қалпына келтірілетін және жөнделетін бұйымдар. Егер шекті күйге жеткенде бұйым құрылымдық түрде қалпына келтіруге болатын болса, онда мұндай бұйымды қалпына келтірілетін деп атайды. Мысалы, автомобиль, агрегат, жүйе, бірқатар бөлшектер. Қалпына келтірілетін бұйымда толық ресурс істен шығу атқарымнан едәуір асып түседі. Егер бұйым құрылымдық түрде қалпына келтіруге мүмкіндік бермесе, оған келесі бұйымдар жатуы мүмкін: шамдар, белдіктер, төсеніштер, сымдар. Онда ол қалпына келтірілмейтін деп аталады. Мұндай бұйымдардың істен шығуға дейінгі атқарымы мен толық ресурсы бірдей болады. Егер нақты экономикалық және техникалық жағдайларда бұйымды жөндеу орынды болса, онда ол жөнделетін, олай болмаған жағдайда жөнделмейтін деп аталады. Профилактиканы жүргізе отырып, істен шығулар мен ақаулардың пайда болуын толығымен жоққа шығаруға болмайды. Өйткені олар көптеген кейде белгісіз факторлардың әсерінен пайда болады. Ал істен шығу немесе ақаулық орын алатын атқарым кездейсоқ шама болып табылады. Оның төменгі мәні нөлге жақындайды. Сондықтан іс жүзінде үшінші стратегия қабылданады. Бұл жұмысқа қабілеттілікті қолдау стратегиясы, яғни техникалық қызмет көрсету бірінші стратегия. Және қалпына келтіру стратегиясы, жөндеу екінші стратегия болып табылады. Бұл комбинация техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесінің негізін құрайды. Техникалық қызмет көрсету неғұрлым тиімді болса, істен шығулар мен ақаулардың соғұрлым аз болып, жөндеу шығындары қысқарады. Сондықтан техникалық пайдалану тиімділігінің көрсеткіштерінің біріне оның мақсатты функциясы, техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге кететін жалпы шығындар жатады. Олар басқа шарттарды қанағаттандырған кезде минимумға келтірілуі тиіс. Мақсатты функцияның оңтайлы мәні көрсеткен өрнекпен анықталады. Осыдан біз келесі қорытынды жасай аламыз. Біріншіден, техникалық қызмет көрсету мазмұнын өзгерту арқылы техникалық пайдаланудағы мақсатты функцияларының біріне әсер етуге, яғни оны басқаруға болады. Екіншіден, техникалық қызмет көрсетудің жөндеуге тікелей әсері анық. Үшіншіден, жөндеу жұмыстарының жиілігі, мазмұны және көлемдері техникалық қызмет көрсету сапасының көрсеткіштері болып табылады. Мына 4-те 1 суретте техникалық қызмет көрсету мерзімділігіне байланысты меншікті шығындардың өзгеруі келтірілген. Мына жерде S1 техникалық қызмет көрсетуге кететін шығындар, ол техникалық қызмет көрсету мерзімділігі ұзарған сайын ол шығындар азая береді. Себебі техникалық қызмет көрсету аз орындалады, сирек орындалады. Бірақ сол мезгілде егер техникалық қызмет көрсету мерзімділігін арттыратын болсақ, жөндеуге кететін шығындар артады екен. Ал мақсатты функция дегеніміз ол техникалық қызмет көрсету және жөндеуге кететін шығындардың қосындысы. Ол шығындардың өзгеруі мына қисықпен көрсетілген. Бізге ең тиімдісі осы жалпы шығындардың ең аз болатын мерзімділігі, техникалық қызмет көрсету мерзімділігі. Екінші сұрағымыз атқарым бойынша техникалық қызмет көрсету. Автомобильдерге қызмет көрсету кезінде көптеген басқа бұйымдар сияқты алдын алу жұмыстарын жүргізудің екі тактикасы қолданылады. Яғни автомобильді, агрегатты, жүйені нормативтік техникалық күйге келтіру атқарымы бойынша бірде бір стратегия және техникалық күйі бойынша бірде 2 тактикасы. Атқарымы бойынша қызмет көрсету бірде бір тактикасы кезінде барлық бұйымдарға тағайындалған атқарымға қол жеткізген ЛТО ТГК мерзімділігі кезінде профилактикалық жұмыстардың белгіленген көлемі, атап айтқанда май ауыстыру, тежегіш механизм реттеу және тағы сол сияқты орындалады. Ал техникалық күйдің немесе материалдардың сапасының параметрлері номиналды немесе оған жақын мәнге дейін жеткізіледі.
Бұл тактиканы қолдану оңай және бұйымның жұмысқа қабілеттілігіне кепілдік береді. Бірақ оның айтарлықтай кемшілігі бар. Ол техникалық күй көрсеткіштерінің сөзсіз түрленуі жағдайында бұйымдардың едәуір бөлігінің белгіленген мерзімдіктен едәуір асып түсетін істен шыққанға дейінгі әлеуетті атқарымдары, яғни ресурс қоры болады. Және осы бұйымдар немесе жағдайлар үшін техникалық қызмет көрсетудің осы мерзімділігімен техникалық қызмет көрсету ертелеу болып табылады және қосымша шығындар тудырады. 4-2 суретте кездейсоқ шаманың вариациясы келтірілген. Жоғарыдағы А суретінде бұл жерде құрылымдық параметрдің шекті күйіне бір типті бұйымдар пайдалану жағдайының әсерінен сыртқы әртүрлі атқарымда қол жеткізеді екен. Яғни ресурсы әрқайсының әртүрлі болады екен. Бұл суретте автомобильге, бұйымға техникалық қызмет көрсеткен кезде құрылымдық параметрді өз кезегінде әртүрлі болады екен. Үшінші сұрақ, техникалық күйі бойынша техникалық қызмет көрсету. Көптеген бұйымдарды экономикалық себептер бойынша олардың техникалық күйін ескере отырып, сирек қызмет көрсеткен орынды. Мысалы, техникалық қызмет көрсету мерзімділігін 2 есе ұзартып, бірақ ол үшін әр техникалық қызмет көрсету кезінде барлық бұйымдардың техникалық күйін бақылап, күйі бойынша қызмет көрсету 1-2 тактикасы. Және оның нәтижесі бойынша оларды 2 топқа бөлу керек. Бірінші топта кезекті бақылау аралықта, яғни суретте ЛТО және 2 ЛТО. Осы 2 аралықта келетін істен шығуға дейінгі әлеуетті атқарымы болады. Бұл бұйымдар бақылауды ғана емес, сонымен қатар техникалық күй параметрлерінің номиналды немесе оған жақын мәнін қалпына келтіруді қамтамасыз ететін жұмыстарды, атап айтқанда бекіту, реттеу, майлау және тағы сол сияқты. Яғни профилактикалық операцияның атқару бөлігін орындауды талап етеді. Егер мұндай жұмыс орындалмаса, онда бұл бұйым тобы ЛТО, 2 ЛТО атқарым аралығында R1 ықтималдықпен істен шығады. Мұны R1 ықтималдығы. Бұйымдардың екінші тобында R1 ықтималдықпен істен шығуға әлеуетті атқарымы болады. Яғни, олардың атқарымы мына көрсетілген 2 ЛТО-дан жоғары болады. Олар кезектегі техникалық қызмет көрсетуге дейін тоқтаусыз жұмыс істей алады. Сондықтан олар үшін техникалық күйді жай бақылаумен, диагностикалаумен шектелу жеткілікті. Ал орындау бөлігін келесі қызмет көрсетуге дейін кейінге қалдыруға болады. Күй бойынша техникалық қызмет көрсетудің осы диагностикалық тактикасының артықшылығы нақты бұйымдардың дәйекті техникалық күйінің өзгеру вариациясын ескере отырып, әлеуетті ресурсын барынша толық пайдалану. Кемшіліктері, дәлірек айтқанда, осы тактиканың жүзеге асыру шарттары бұйымдарды нормативтік күйге тез арада жеткізуді қажет ететін және келесі техникалық қызмет көрсетуге дейін тоқтаусыз жұмыс істей алатын бұйымдарға бөлу мақсатында әрбір техникалық қызмет көрсету кезінде олардың барлығының техникалық күйін мұқият және қымбат тұратын бақылаудан өткізу қажеттілігімен байланысты. Осымен лекциямыз аяқталды. Лекция бойынша келесі қорытынды жасаймыз. Қорыта келе, техникалық күйдің өзгеру заңдылықтарын біле отырып, келесі практикалық мәселелерді шешуге болады. Бірінші, тасымалдауды орындауға мүмкіндік беретін автомобильдің жұмысқа қабілетті күйде болу ықтималдығын сандық бағалауға. Екінші, жұмысқа қабілеттілікті қолдау немесе қалпына келтіру стратегияларын таңдауға және тиімді пайдалануға. Үшінші, атқарым 1-1 тактикасы және техникалық күй 1-2 тактикасы бойынша жұмыс істеу қабілеттілігін қамтамасыз ету тактикасын және олардың комбинацияларын негіздеуге және қолдануға. Төртінші, техникалық қызмет көрсету және нормативтерін ұйымдастыру әдістері мен технологияларын әзірлеу кезінде жұмыс қабілеттілігі жөніндегі деректерді пайдалануға. Лекция материалдары бойынша бақылау сұрақтары экранда. Лекцияда қолданылған әдебиеттер. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.